Ассалаумағалейкум достар. Португалия империясы. Португалия Иберия түбіндегі батыс шетіндегі кішкентай батыс Еуропа елі. 1400 жылдардан бастап португалиялықтар Бартумале Диаса және Баско да Гама сияқты зерттеушілер басқарған және ұлы князь Генри Негаботры қаржыландырылған саяхаттап зерттеп оңтүстік Америкадан, Африкадан және Азияда қоныстанған 6 ғасырдан астам уақыт бойы өмір сүрген Португалия империясы ең ірі еуропалық жаһандық империялардың бірі болды және 1999 жылға дейін өмір сүрді. Оның бұрынғы иеліктері қазіргі әлемнің 50 елінде бар. Португалиялықтар көптеген себептерге байланысты отарларды құрды. Дәмдеушіштермен, алтынмен, ауыл шаруашылық өнімдерімен және басқа да ресурстармен сауда жасау, Португалия тауарларына көбірек нарықтық құру, католицизмді тарату, осы алғыс жерлердің тұрғындарының өркениетке айналдырылу. Португалия отарлау осы кішкентай елге үлкен байлық әкелді, бірақ империя басқа колонизаторлар сияқты біртіндеп құлдырады. Ішінара Португалияда көптеген шетел аумақтарын ұстап тұруға адамдар немесе ресурстар жоқ болғандықтан отар арасында тәуелсіздікке ұмтылу оның тағдырын ақыры бекітті. Португалия бұрынғы ең маңызды иеліктері Бразилия. Бразилия Португалияның аумағы мен халқы бойынша ең үлкен колониясы болған. Оған португалиялықтардың 1500 жыл қол жеткізген және 1494 жылы Испаниямен қол қойылған Тордеселя келісімінің бөлігі болды. Португалия Бразилияға қарсы талап қоюға мүмкіндік берді. Португалиялықтар африкалық құлдарды әкеліп, олардың қант, темекі, мақта және кофе басқа да дақылдар өсіруге мәжбүр етті. Португалиялықтар сонымен қатар Еуропа толқындарын бояу үшін қолданылатын тропиктен Бразилия ағылшын шығарды. Олар сонымен қатар Бразилияның ең интерін зерттеп реттеуге көмектесті. 19 ғасырда Португалия корольдік соты Рио-де-Жанейродан бастап Португалияны да Бразилияны да басқарды. 1822 жылы Бразилия Португалиядан тәуелсіздігін алды. Ангола, Бозимак және де Гвинея-Бисау. 1500 жылы Португалия Африканың батысындағы Гвинея-Бисау мен Африканың оңтүстік Ангола мен Мозамбик елдерін отарлады. Португалдықтар осы елдермен көптеген адамдарды құлдыққа түсіріп жаңа әлемге жіберді. Бұл колониялардан алатын гауһар алынды. 19 ғасырдың 20 ғасырында Португалия отарларын босату үшін халықтардың қысымға ие болды. Бірақ Португалияның диктаторы Антонио Салазар отарсыздандырудан бас тартты. Африканың осы үш еліндегі бірнеше тәуелсіздік қозғалыстары 1960-1970 жылдары Португалиядағы отар соғысына ұласып, ондағы 1000 адамның өмірін қиды және де коммунизм мен қырғи-қабақ соғыстармен байланысты болды. 1974 жылы Португалиядағы әскери төңкеріс Салазарды биліктен кетірді, ал Португалияның жаңа үкіметі ұнамсыз және қымбат соғыстар аяқтады. Ангола, Мозамбик және де Гвинея-Бисау 1975 жылы тәуелсіздігін алды. Үш мемлекетте дамыған тәуелсіздік алынғаннан кейінгі 10 жылдығында адамзаттағы соғыстарын миллиондаған адамның өмірін қиды. Осы үш елдің миллионнан астам босқын Португалия тәуелсіздік алғаннан кейін көшіп келді және де Португалия экономикасын ауыртты. Габоя, Верда және де Сан-Томе және Принсипи. Африканың батыс жағалауындағы орналасқан екі кішкентай архипелагтары Кабо-да Верде мен Сан-Томе мен Принсипиде португалиялықтар отарланды. Сан-Томе және Принсипи бұл екі елдің құрайтын шағын арал. Ол португалиялықтардың келісімнен бұрын түрде және құл саудасына пайдаланды. Екеуі де 1975 жылы Португалиядан тәуелсіздігін алды. Гауа, Үндістан. 1500 жылдарда португалиялықтар Үндістанның батысындағы Гауа аймағын отарлады. Араб теңізіне орналасқан Гауа дәмдеушілері бай Үндістанның маңызды порты болды. 1961 жылы үнді португалдардан Гауаны қосып алды және де ол үнді мемлекетіне айналды. Гауада католик дін ұстанушылар негізінен Үндістанның бар. Шығыс Тимора. Португалиялықтар сонымен бірге 16 ғасырда Тимора аралындағы шығыс жартысын отарлады. 1975 жылы шығыс Тимора Португалиядан тәуелсіздігін жариялады, бірақ арал Индонезияға басып кірді. Шығыс Тимор 1200 жыл тәуелсіздігі болды. Макао
20 ғасырда португалиялықтар оңтүстік Қытай теңізіндегі Маконы отарлады. Мако оңтүстік шығыс Азияның маңызды сауда порты болды. Португалия 1999 жылы Португалия Макоға бақылауды Қытайға берген кезде Португалия империясы аяқталды. Португал тілінде роман тілінде 200 миллионнан адам сөйлейді. Олардың арасында 215 миллион 220 миллионға дейінгі ана тілі бар. Бұл әлемдегі ең көп айтылатын 6-шы тіл. Бұл Португалия, Бразилия, Ангола, Мозамбика, Гвиана, Мисуая, Кабо Верде, Сан-Томе және Принсипи, Шығыс Тимораның ресми тілі. Бұл Макоа мен Гаода айтылады. Бұл Еуропалық одақтың, Африка одағының және Америка мемлекеттерінің ұйымының ресми тілінің бірі. 207 миллион астам халқы бар Бразилия 2017 жылғы шілдеде бағалау әлемдегі ең көп португал тілі болып табылды. Португал тілінде Азора аралдары мен Мадейра аралдары да сөйлейді. Әлі де Португалия тиесілі 2 архипелаг бар. Тарихи Португалия империясы. Португалиялықтар ғасырлар бойы бақылау мен сауданы жақсы меңгерген құрлықтарға таралған бұрынғы колониялар мен әртүрлі аудандарға Португалиясы географиялық тарихқа және мәдениетке ие. Португалықтар отарларына саяси, экономикалық және әлеуметтік жағынан қатар әсер етті. Империя институциялық, немқұрайлы және нәсілшіл деп сынауға ұшырады. Кейбір колониялар әлі де жоғарғы кедейлік пен тұрақсыздықтан зардап шегуде. Бірақ олардың құнды табиғи қатынастармен және Португалиямен бірге осы көптеген елдер өмір сүру жағдайларын жақсарту мүмкін. Португал тілі әрқашан осы елдердің маңызды байланыстырушысы болды. Және бір кездері Португалия империясының қаншалықты кең және маңызды екенін еске алды. Дереккөздерде Португалия империясы 1415-1999 жылдарда Оскофорт аймақтасы Апасора анықтамалығы арбитр пен жауаптары 24 қыркүйек 2013 жылында жаулап алған деген сөздерде кездеседі. Достар, видео ұнап жүрсе әлеуметтік желіге тарат. Енді келетін видеоларымызды күтеміз. Аман сау болыңыздар.